Достар, біз бүгін тренировка істейміз. Неге сөйтіп бастаған? Менің салмағым осы тұрғанда 100 килограмм. Міне, қарап алыңдар, қарным деген шығып тұр. Менікі 72. 95. Короче, бұл екеуміз бәстескенбіз. Мында кел. Түсіреді. Түсіріп тұрмын, мен түсіріп тұрмын сені. Түспей жақындатпа. Күшті болып түсіріп тұрмын. В общем, менің бүгінгі видео түсіруімнің мақсаты осы тренировка істеуге желаниясы болмай жүрген, тренировканы бастай алмай жүрген қанша мотивационный видеоларды көріп, оның бәрін сақтап қойып, сөйтіп жүрген еріншектерге, осы бірдеңе жетпей жүргендерге арналады. Короче, біз бүгін полный тренировкамызды түсіреміз. Осы турник жасадық, бір 10-15 күн болды. Басында 4 рет тартылатын, қазір 8 көреміз, алдында 8 тартылған. Короче, бұл видео анандай болады. Полный 1 сағат или 40 минут, в общем, тренировка қанша уақыт созылады, полный өшпейді. Бұл видеода между подходами әңгіме айтамыз, соның бәрін сендер естіліп тұра береді. Сосын сендерге тапсырма. Турник болса турникке, отжиманияға видео түсірген кезде отжиманияға бізбен бірге подход жасайсыңдар. Өйткені бұл видеоның мақсаты дәл сондай. Сендер біздің қасымызда жүрген сияқты өздеріңіз сезініп, және де бізбен бірге тренировка жасауларың керек. Бізден көп жасайсың ба, подходта, аз жасайсың ба, мықтысың ба, әлсізсің ба, тренировка бастай алмай жүрсең, болды, жасай бер бізбен бірге. Тым жасай алмай баратсаң осындай. Мен мысалға жүгітпен тартамын. Бұл жүгіт маған 10 килограмм салмағымды жеңілтеді десем болады. Отжимание істеген кезде, жерден отжимание істей алмайтын болған адамдар тізесін тізеп, бізбен бірге дәл сондай подход сайын қайталап отырады. Мен жасаймын подход, жасайды, сен жасайсың, сосын айналып групп болып айналып отырамыз. Короче, түсінікті деп ойлаймын. Тренировканы бастаймыз, разминка жасаймыз. Кеттік па? Так, мына видеоны біз тоқтатпаймыз, сразу қосып жібереміз. Әнеште тұр. Әнеште тұр, біреуің тұрсай. Все. Короче, тренировканы бастаймыз, разминка жасап шамалы қол қыздырайық, иелік. Бүгін турник, сосын 32 килограмм кірді. Тартамын қазір. Содан кейін осы бірінші мынау ең қиыны. Базалық жаттығу жасау керек. Так, в общем, мен историямды айтып жіберейін, салмақ қалай қосқанымды. Енді осыға тұрамыз да. Короче, у меня был деп қоясыз. В общем, менде 70 килограмм салмақ болған. 70 килограмм салмақпен мен 3-4 жыл жүргенім жоқ дегенде. 8-ші класстан бастап мен тренировка істеп бастадым. Оған дейін томпақ болған, ол жайлы міне топ. Суреттерді чик-чик монтаждай саламыз. Енді бастаған кездерінде, содан кейін мынау 10-11-ші класстардың суреттері болса қоя саламыз. Бір екінші курста, бірінші екінші курста 2020-2022 жылдары суреттерім бар. Біреуі де екеуі. В общем, короче, солай. Соңғы 2,5 жылда мен салмақ қосып алдым. Ол салмақ қосқанның да историясы страшный. Короче, мен Алматыда жүрем, Алматыдан ауылға 1 жыл келмеймін де, ауылға келем де. Декабрьдің соңына қарай жаңа жылға ауылда қарсылайын деп. Сөйтем де келген кезде сразу үйде салмақ өлшейтін весей бар, сол весейға түсем. Салмағым осындай болып тұрады, мысалы 80-82 болып тұрады ауылға келген кезде. И сол кезден бастап мен күнде ет, тамақ, алып болған қазы бәрін жейміз. Тойып жейміз, енді страшно жата алмайтындай қылып жейміз. Сосын арада 22 күн өткеннен кейін салмағымды өлшесем, 20-22 күн. Январдың бірдеңесінде 20-сынан өте салмағым уже 10 килограммға қосылған кейін. Бұл кісі үйдің үлкен баласы, анасы мен әкесі. Короче, сағаннан тамақ бәрі бере берейін. Сосын мысалға сол салмағы жинап аламын да, Алматыға тағы кетемін. Алматыда 2 жыл жүрем, Алматыда көп болса да 5 килограмм болсам, ауылдан жаңағы 10 күнде жинаған салмағымды. И ауылға тағы келем, екінші мәрте дәл сондай история. 19-10 килограммды мен 20-22-25 максимум сондай күнде қосам. Онды дәл сондай қылып келген кезде бір весқа тұрамыз. Уже традиция уже. Келгенде тұрасың, кетіп баратқанда тұрасың.
дәл солай мен 10 килограмм 20 килограмм былай қосып алдым. Қалған салмақтар уже жүре жамалы плавно қосылған салмақтар. Ал в общем тренировканы бастаймыз. Біз бірінші көбей сен бастайсың ба? Көбей короче қазір деген пиковый формада тұр енді пока что. Ертең жетіп аламын 3-4 айда тренировка жасасам. Бұрында 20 тартылатын, қазір енді көресің. Көбей енді 18-20 смело деп тұр. Без вариантов. Жақындап тұрақ қой. Качествосы кетіп қалады жақындап. Тұрайыз. Анам үйде жүріп анамды лақтырып таған емес. Көресің тартыласың ба? Менің аяғым жетпейді ананың ішінде қазір көресіңдер ғой. Давай. Бірала көріп тұр ма? Болмаса ана қарай жаймен апаршы. Плавно болғанда камера. Кәхтің фа, маги бағыр фөйсің ғой. Қаншадан поток? Так, очень беспотлыққа күшіңе жететін жол. 80% максимум. А 70%. Короче, мен анам қой орнайын. В общем, мен пока что бір ай үгітпен тартылғым келіп тұр, өйткені өзім салмағым қарасаңдаршы, май. Мен таза мышечный масса майымды алып тастасам қазір мен таза бұрынғы 2,5 жылдағы 70 килограмм салмақтағы денег тұр да менде. Сыртың бәрі май басқан. Қолыма дейін май басқан енді көріп түсіне қойын. Сол үшін мен сөзінде деп ойлаймын енді. Бәріңе осындай салмақтарың көп болса, жүгіріп деген пайдаланыңдар. Босқа жүре бермей, турникке тартып алмайын. Саппайын ба я? Чичи сау. Мен қалай көрініп тұрмын? Дерсік. Жігіттер осы былай ғой. Жүгіріп қоямыз. Бір тізеге, сол тізеге өшіп. Хоп дейсің. Турниктің жақсылап ұстайсың. Турниктің жақсылап ұстайсың да. Осылай короче. Пока что тоғыз тартылып тұр бірінші подходта. Келесі подходтар саны повторение азаюы мүмкін, бірақ барынша тырысамыз соны сақтауға. Так, нені қоза берме. Бір орында тұрсын. Так, Дамуш. Аннур бар. Короче, жігіттер, тренировкада бізбен бірге бастап атсаңдар, молодец. Біреу тұсталындар, көбей берген. Или көбеймен бірге бастайсыңдар подходтарды. Или менімен бірге. Біреуімізбен бірге. Короче, көбейдің екінші очередь дегенде, екінші подходы сен де бастайсың. Болмаса менің подходым басталғанда сен бастайсың. Босқа қарап отырыңдар. Дәл сен деп па? Арну сіз ма? Бір тізені көтер. Контроль ұстап тұрған тізені. Ана андайға ашпа. Дәл солай ұстап тұр тізені. Дәл осылай. Түйжі жатыр. Ана ашпасайын ане. Ашып кетіп отыр ғой. Аяқ арт жаққа қарай отыр. В общем, бәріне үйретеміз. Любой сложности ғой. Борқ өткізеді, алдында маған тиген. Аяғым бүйтіп шама. Келесі подходта мен андыға өзім көмектесем да демалсын сен. Ой. Салмағы 95, жасы 17. Яушана, біраз көмектеседі кәдімгі өзі. Обратно хватпен істесе, обратно Көтер. Ана жгутты сол жеріне Яушана. Аяғы контроль ұста, қаш, камерадан қаш. кетпады. Короче, мен сен былайына көмектесе беремін. Давай, көтерем. Еліне көтеріп тұрам.
В общем, дәміш бізде ұялшақ па білмеймін. тоқтасай оның басына. Не дейтін саған андай ұзаққа тұрып не істейік та. Короче, жігіттер, в общем, Сол. мен турникті салғанымыз бар 15-20 күндей болды максимум, ә? Видеосы бар, оны да салып қоямыз, қалай салғанымызды. Так, 15-20 күн болды, басында даже турникке асылып тұру 10 секундым қиын болды. Қазір енді 30-40 секунд асылып тұрмын турникке, просто так тартылмай ақ. Басында тартылған кезде 4 ақ рет тартылдым, мынандай қылып. Қазір 9. Енді менде бұрында тренировочный стаж бар. Кезінде 18-20 менде тартылатын 70 кг салмақта. Сол мышечный память деген бар. Кеттен. Қалай тренировканы адам бастайды, қайтадан ұзақ демалыстан кейін ол тренировка жасамаған адамдарға қарағанда тезірек жинайды да форманы. YouTube көріп Бізде ешқандай музыка анау-мынау жоқ осы сұрағында. Музыка қоссақ YouTube бан беріп тастайды ма бірдеңе үшін. Так, 1 2 3 крыла көрініп тұр ма? Нормально бәрі. әдемі көрініп тұр ғой. 4 5 6 7 Бес подходқа керек деген дейсің ба? Все, короче, жетті. Сен кімді ұстадың, сен көріп отырған адам? Либо көймен бірге жаса, айттың ғой жаңа подходтарын, ей, менен жаса. Сен. Итада түсірейін. Жоқ, бір қолмен Көтір тұр жасап сіздер. Бізді жасай алмайтын еді жасап жатыр. Ой, көйінен жауызып тұтамаса, тартыла берсін. Оңасы анаған тұқша көргесің. Ой, оңайсыз ғой. В общем, второй подход. Сен. Бірінші 9 тартылым, енді қазір 8-ге жақындап көремін, 8-9-ға. Көрем. Жақсылап ұстаймыз. Şey oldu. жетеді. Жігіт көрдің ба? Сенсең анау біраз көмектеседі. Аяғын контроль етсең. Арнольдың өзі Короче, Арнольдың өзі Между подходами бізбен бірге демалыңдар. Видеоны бүйтіп орыстың блогерлер жазып замандар между подходами әңгімемізді тыңдаңыздар. В общем, мына атмосфераға еніңдер, в общем. Az bana sahip bitti. Мен яқтан ше поддержка беріп тұрайыншы. Ана алып ташы вообще. Давай. Да, екі рет. Асып қарып. В общем, Ой, көздері өтетінде түкіріп отырмын да, біз бір үйдің 4 баласымыз, мен үлкені, екінші, үшінші, төртінші. Көздері өтетін болса, түкіргендері көктерін ремей қалмаңдар. Сен түкірші Сен. Именно сен. Бекады. Бека, жандос кім бар, Асқар да өлі бәрі. Қанша минут кетіп жатыр видео? 11 минут. Самал, подходтың арасы көбейдік та демалысты. Мен қазір ұшып қаламын мысалы. өзің әңгіме айтып тұра берсің. Айтасың ғой, ойбай. Салмағың ауырып асың өшіп қалған. В общем, жігіттер, мен қалай арықтап жатырмын, соны айтып берейін. Мен подходым әлі біткен жоқ, мен восстановление болған жоқ әлі полный. Так, мен қазір егер ақшаларың болса, күніне бір күніге негізгі салмақ тастап жатқан адамдарға қарынның аштығын сездірмеу үшін көбіне етті көп жеу керек. Яғни ет болғанда да май аз ет, куриный филе, тағы қандай бар, сиырдың май аз жерін таңдаған кезде күніне бір 500-600 граммдай жесеңдер, сендер никак қарындарың ашпайды.
сол үшін содан кейін сендерді сырит деген болмайды. Бір бастаған кезде до конца салмақ қаншаға түсіріп жіберіңдер, соған дейін шанс көбірек болады салмақтарыңды жолдан бұзылып кетпей режим бәрін ұстауға. Сол үшін егер етке ақшаларың болса, ет алып кәдімгі өздеріңе тамақ істеңдер, бір өзің тұратын адам болсаң. А егер отбасымен тұратын болсаң, просто порцияны қысқартасың тамақтың и өзіңді контроль істейсің, жестко контроль. Анау перекус, мерекустарды жей бермейсің. Қарның ашқан сайын жылсу, максимум жаңағыдай салат палат деген сияқтандай калориясы аз тамақтар жеу керек. Салат палат деймін. Как если айтып жатыр. Третий подход уже бастайын деп жатыр, үшінші подходта. Енді ойлап тұрмын, күздің басына қарай мен қазір тоғыз тартылып тұрмын, енді үлгісіз қанша тартылатынын өзім көремін енді алдағы уақытта. Сосын айтамын сендерге десең. Күздің басына дейін мен конкретно бір 10-12 или 15-қа дейін жеткіземін деп ойлап отырып көремін деймін. Бұйырғаным. Ойна қайттан қаттады ғой. жаңа аяғыңа тиіп қоя берсін. Аяғың қайыр болса ятқа. Сөйттер. Сызақ тартылатын кезде оңай болады. Ойыңға жетіп алу үшін өзгертпен тартыласың да бірінші. Андай өз-өздеріңді қинап, өз-өздеріңді депрессияға жақтырып, жата бермеңдер. Тренировканы бастаңдар, мәжбүр деген көп болса 2000 теңге тұрады. Үшінші подход темені 8 тартылды. 2000 теңгеге былайша бір пачка темекіні гарлан ішіп алатсың ғой. бас сен деп айтшы, сен деп. Таза кәп тиіп кетті осы анда. Анам сен. Ей, күдіріп кетсеңдер тарамын. 4 6 Келерсің. Хотя бір тартылым бір. А? Жатқот? Не? Ты айтпыстың. Ет қалам әлі. Кетеді. Келмейді ба? В общем, біз Қызылорданың жігіттеріміз, Қызылорда қазалы. Бұл жақта күн жанып тұрады. Біз жақта тауыз жоқ десе. Тауға баратын жігіттер бар дейтін бе? Оны өйт айтшы, тауға баратын жігіттер бар айтшы. Бүйтіп шыққаға келді ғой. Қашқайра жаппа. Короче, бізде кешке қарай уже осындай тренировка істейтін атмосфера, погода әдемі болады. Температура нормально, қара тер болмайсыз, бірақ мен өзім көп терлеймін, байқасаңдар. Арамызда. Вообще терлемейді. Ең көп терлейді, ең аз терлейді, там екінші орын, төртінші орын деген сияқты. Білмеймін, көреміз. Аяғында. Нешкен яққа? Ой, жоқ. Мен үшінші баласы ya, анау екінші мен бірінші деді. Жоқсың ғой сен. Оператормын мен. Оператор? Оператор мамандық оқығам ғой. Ачо деймін. Оператор ачо деймін. Оператор. Асу ек. Прикол ұстамаңдар. Не күліп Күлмей. Еще один. Бана әңгіме есіңе түсірсең. Аяғын тіреп, қолды қуатын ауыстырып отыр ғой. Тұратыр дейді айып Оператор деген. Ора бермеймін бе? қараңғылап кеткен жоқ па камера? Кеш батып кеткен жоқ па? Көрініп тұрмай қара. Әдем. Неше чемпионат? 16-39. Не оя? 39? 16-да 39 ет. 16 дей берсек. Ты восстановился 17. вообще? Иә. Полный? Иә. Давай. Қанша жасайсың? Қанша жасайын? О, ана құлатпасай каждый раз. Ана тартыла беріп тұра берсін. Тиіспейді ғой вообще саған. Ой, кедер жасай, көбе ма? Мынаған секір онда. Көріп тұр ма екінші турник? Көрініп тұр. Турникті ұзын қылып тартыламыз ба дегеніміз ғой, ортасы майысады, ортасына стойк қандай қылып. Қазақсың бар, иә. Ана жостуға жылан жоқ, халық қойып. Егер ана турник майыспағанда мощный болады. Мощный. Давай, тартып. Опа! Бір. Послушай. Екі.
жұрт не дейді бірдеңе дейді деп жүре бермеңдер қанша уақытта кетіп қалады. 5 жеті төрт шақырып қояйық жеті. Сосын турникке тартылған кезде ең басында енді осындай тарту уровеньдерін көтересің қанша 10-ға дейін. Содан бастап уже полный разный хваттармен тартылып үйреніңдер, өйткені әртүрлі мышца, арқаның спиналардың әртүрлі мышцалар жұмыс істейді. Сондықтан бәрі общий бірге дамитын болады да. Қазіргі уақытта Не бұл үргіт өзімізге керек, ойнатпаймыз. Жүргізіп ойнатамыз дей ма? Ой, 2000 бәт түсіп қалған. Лайк етесің. Осы максимально жүргізіп ойнатамыз деп қалды. аптасына 2-3 рет тренировка салып отырамыз осы видеоны. Енді Еще 2,5 теңге атқандардың арасынан деп па. бәрі бесплатно. Көресіңдер, қосасыңдар да бізбен бірге тренировка істейсіңдер. Подходтарды, короче, айттым ғой жаңа, бір адамды алып алыңдар, сонымен бірге подход бастайсыңдар. Сол демалған уақытта сендер де демаласыңдар. В общем, круговой тренировка істеп көрдіңдер ме? 2-3 адам болып, дәл сондай қылып жасаңдар. Істеш, брат. Лайк бассашы. Лайк бассаңдар. Eda блогер ойны ма? Мынау блогер ойны ма? Лайк бассашы. Ой, біліп тұрмын. Сол айтамын, Былайша қыздарға да тіркеліп жатсың ғой. Шамалы көмегі тиіп жатыр. Кімге бермей жатқан лайгың енді баса сал. Сол айтамын. Бас тиме десең. Зік-зік еткізер. Короче, 4 подход. Описание. Күдікпеңдер, Балаларға кітапты күдікпеңдер тұштыңдар. Күдікпен, Так. Ай. Давай, ал, көрейік. Өгей сен нешінші подход? Мен кеше жазып тастағам. Бүгін жазу болмайды. Бастан бірдеңе болу керек. Не жасадың? Аяққа көше жүріп көрдіңіз. Ұзаққа тұруға Кешеміз. Қашан? Алдың ба? Ешкіммен де бастайын. Ертеңнен бастап. Ей, пайда. Құласаң нардан құла деген көге аяқ өскеннен емес. Қараңғылап баратыр, кешеден ертерек бастауымыз керек. Кешірмейін десең. Күн жанып тұрдым. Ертерек бастап адам жауады. Жаңа түс көрдім десең. Короче, түсімді айтқанмын ғой, 15-20 метр. Көбейде бұрын болған оқиғасын айтты сонымен. Жарты сағаттаймыз кетіп қалды енді. Ендігі видеода ертерек күн шамалы жарықтау кезде бастаймыз. Енді жаздың күні Қызылорда деген білесіңдер ғой енді. Күн жанып тұр. Там үш салып пеш бар үйден. Мен де росу. Сонда біліп алып келдің ғой. Жоқ. Ақтыры шыққан ғой. Максичайдың ақтыры. Біз шығарып жатыр. Реклама берген жоқсың таптың. Ей, сын тапсы. Максичай тауып кететін болды. Максичай, если чё, ештеңе керек емес. Ақшамыз бар, 325 теңге ма бар бізде. Каспий, стоимость сол үшін. Нөл емес. Күлдіртпеңдер. Давай. Подход жасап жатқанда қанша күші кетіп қалады. Камераны жақта. Вообще оны пайдаланбай ақ қойшы. Үйе қойсай. Ой, Пайдаланбай Тізеңнің бас жағына артқа қарай жылыстықта. Сол жерде ұста. көтер алмай. Давай. Егізден көтер. Егізесін сал сонда. Егізден сап көрейік. Біз уақытқа тұрдық кеше айтпақшы. Давай. Уақытша тұрдық. Просто так турникке асылып тұрып кім қанша уақыт тұрады. Так, бірінші орында Арнұр. Ей, көйеке ғой, 3 минут тұрды. Көбі кеше 3 минут тұрған жоқ. Көбі кеше 1 минут тұр. 1 минут екен ғой. Мен 30, Әміш 30, в общем. Төртемізде. Қағатты разница жоқ онда. 3 минут. Неде тұрдым деген екен ғой, балдамен. Между подходами су ішіп тұрыңдар андасында, өйткені мышцаларың уже забит етіп қалды, в общем. Қатып қалады.
Ол жаман кислородты бірдей беріп тұру керек үшін. Мен, короче, неге істеп жатыр деп подписчиктер сұрап жатқан Мынау енді Короче, мен кеше істеп тастағанмын. Сосын бүгін бастады бүгін. жігіттер сенесіңдер ма сенбейсіңдер ма кеше істеп тастаған жазып беріңдер комментарийға. Айтып тұр ғой міне. Үйдің біріншісі, Сөйтіп екіншісі. тұрып қой камераны қарай жүрші. Алсақ. Ой, смеян сөйтіп тұр. Любой 4-ке 4 келіңдер, 4-ке 4. 1 миллион өтірік айтады. өтірік. Мен өлжемей. Үлкені мен Енді аз етіп тұр десің. үшіншісі көрінді ма? Төртіншісі міне берге алады. Төртіншісі ше. Былайша мына екеуі биттіңдер. Екеуі деуді. Біз дейміз. В общем, Не істеп кеттіңдер ей андай болып қойған міне. қызық па сендер комментарий жазып кетіңдер. Мынандай жер артығы, мынандай әңгіме айтпай ақ қойыңдар анау мынау. Туда-сюда ескеруіміз де мүмкін. По-любому айтамыз. Қоқаттауымыз мүмкін керек емес болса көреміз енді. Өзімізге подушам болады осы контент. Пятый, последний, заключающий, қалай? Мен душқа түсіп Последний, в общем, решающий. қанша сатыласыз осы Кто отказ? Енді пойди, каждый подход два отказа кетіп жатыр. Көріпсіне қоя, қиналып. оны до отказ маған тартыламын. Тартын давай. Анау институт түсіріп ма? Түсір ана деймін. Өтпен тартығасың ба? Жоқ ой. Үлкенге тейт. Үлкенге тартығам. Көрмекке тартыласың ба екен? До отказ дейсің ба? Иә. Не бола ма? Кері беріп сілкін. Иә. Соңғы 2-3 подход, повторение болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 24 минут кетіп жатыр видео. 10. Арны мына видеоны қарап қой, өзі аяқталып қалмасын жарты сағаттан кейін. 12 болды ма? 13. 14. 15. 15. Последний подход 15 тұрады. Прикинь. Біз көрдісің қазір 7-8 шаққа тартылап жатыр, 7-6. Пацаны, в общем, мен салмағым тасталайын, көзіммен жарсам тосын. Бұрында маған жете алмайтын еді ол. Мен бір тартыла алмайтын кезде осы ағам үйретті, телефонымыз тартылды. Сосын тартылды. Сондай историялар айтыңдар. Айтып қойыңдар. Телефонымыз тартылды. Ол кезде ПП-ден. Бұрында турник аяқталған, ол кеше жақындасы деген турник. Ата үй жанында тоже турник бар. Онда мен істеп қойғам. Бізді спортқа тартқан негізі ағамыз. Бір тартыла алмайтын кезде көке телефонымыз алып алады еді. Префер ойнатасың. Бая, префер ойнап атасыз, алуға түсуі бар. Давай, турник тартыңдар, болмаса бермеймін. Сонымен, телефон ойнау керек. Осы 2-3 тартылып тастайыншы, сосын береді ғой дейсің, тартыласың. Сөйтіп қызығушылық артып кетті. Өзім дене тәрбиеші спорт мамандығын бітірдім жақында. Сол саламен жұмыс істеймін. Құдай қаласа. Күдіктілер. Последний подход тартылып Мен күндіртпеңдер! Анны. Неше болады көке? Төртеу. Төртеу. Давай. Давай. Кетті. Поддержка. давай, аяқтырып. Короче, соны давить етуге өзім. Обратно шатты. Қойсаңдаршы. Пацаны тренировка аяқталды. Турник аяқталды дегенім ғой. Бәсе. Қазір аяқтан Қалай шығайын. көріп тұр? Кеш батып баратыр, Бұғанып тұрған сияқты. Видеоны жалғастырудың смыслы бар ма, жоқ па, жігіттер айтып жүрдерші. Сүртші Осындай қараңғыда. Сүртші. Сүртілді ма?
өзгере ма бірдеңе? О, жақсыланған сияқты шамалы. жақсы болып тұр. Bu yoqqa chiqishi. Былай qarang. Qani. Что там ба? Бруслийский дене болып тұр ғой. Крыла. Аш. О, четко, нормально, әдемі. Өге тұр. Екі көз сияқты болып тұрғандай. V-образная фигура. Мечта всех людей. Пацанов, девушки, ата, әже. Бала-шаға бәрін. Тестостероновый мужик. Подростковый мужик. Тестостерон. Чет форманы жоғалтуға мужик дейді. Енді көреміз бұйырса. Ең қиыны бастау дейді ғой, бастап жатыр енді. Жігіттер қолдай жүріңдер. Қиыннан өтіп кетті. Қиын өзі бастап уже. Страхты жеңіп, ұяттың бәрін ысырып тастады қапталға. Ұят жоқ қазір бізде. Айтпақшы, бізде петличка бар еді. Қазір дауысы қалай екенін білмейміз, көреміз енді. Бұл видео салына ма? Лақтырмаса болды ғой. Бұл видео салына ма, салынбай ма білмейміз, салынуы керек. Енді қанша еңбек салат жармыз енді, ешкім қарамаса да. Қарасаңдар тіпті жақсы. Давай, түсіріп тұрмын. Түсіріп тұрмын. Екі, 6-шы подход көбейді. 3. Мықтысы арамызда. Ең мықтысы көбей. 5. 6. Сілкін. 7. 8. 9. 10. Так. Жігіттер қараңғы болып кеткен сияқты, Так, видео 29 минут 58 секунд үзіліп қалмаса алар еді, 30 секунд, 30 минуттан кейін ол басылып үзілген жоқ, кетіп жатыр. Ол біздің ауылдың телевизиясы. Камераның качествосын көреміз, Тым жол екен ғой, Просто кеш болып тұр. Кеш болып тұр дейтін. Мынаның телефоны ғой, мақтап жатыр. Ақтап жатыр деген. Смотри. Соңға. Азанда жүгіруге шай. Неше оқисың? 9. Бітіріп аттым. 9 бітіріп. 10-ға көшіп аттым. Колледж бітіріп. Колледж бітіріп бел. Жаңа үшінші, ол 11-ті бітіріп бел. Мен 5 жыл болды бітіргеніме. Мектепті. Ар жағын кейін айтамын. Ол видео аяқталып кетті ғой. Так. В общем, видеоны аяқтаймыз ғой, достар, біз жігіттер, мужиктар, жастар, в общем, бәріне арналатын видео ғой. Кім тренировка ұстағысы еді. Қыздар тоже. Ертең отжиманиенің кезі отжимание жасауларың болады. Или бізбен бірге әңгіме тыңдап, просто біз турник тартып атамыз, сендер отырып тұрасыңдар, приседание, я болмаса пресс. Енді өздерің қарайсыңдар, в общем. Әңгіме айтатын адам болмаса. Бұл видеоның несі? Мияқта тұрып айтып атым, мияқта ешкім жоқ еще. Айдыланып. Бұл видеоның мақсаты өзім бұрыннан ойланып жүрген, бұрыннан болғанда соңғы 2 ай точно. Өзің тұрып атқан адамдарға или қасыңда ешкім спортпен айналыспайтын адамдар қиын болады да. Себебі окружающий ешкім сені спортқа тартпайды. Өзіңнің бірде мотивацияң болады, бірде мотивация болмайды деген сияқты. Дисциплина бәрінде бола бермейді жақсы. Сол сияқты ең басында бастап кеткенге осындай круг болса жақсы болады да. Кезінде біз 18 жастан бастап 3-4 жыл қатарынан осы ауылдағы өзімізбен құрдас бала Ержан деген, сосын Мақсат деген бала бар. Бір класс төмен оқыған, бірақ жасы бізбен жасы. Сол бәріміз бірге 3 бала болып тренировка бастағанбыз осы ауылда. Күніне демей-ақ қойын, аптасына 3 рет сол бір үйге барлық темірлерді қолдан келгенше жинап, сол жақта турник бәрі жасалып тұр. Сол жаққа тренировка істеп, мектептің қасында турниктер бар, ол жаққа да бар тренировка істеп, в общем. Компания мощный болатын, в общем. Спортивный компания. Жарыстарға шықтық, қол күреске шықтық,
арқан тартыс, гір көтеру бәріне бардық. Байыны жарыстарға да бардық. Енді дәл қазір менде өзімнің інілерім өсті. Бірге тренировка істейміз, біреуі ДШ-ның мұғалімі. Так что идеальный вариант осы тұрғанда тренировканы түсіріп бастап спортивный карьераны мен бастап жатырмын осы тұрғанда. Сәттілік, қолдау бәрін көрсетіп кетіңдер. Максимальный репост группаларға, пацандардың группаларына жіберіп қойыңдар, жігіттердің тренировка бастасын бізбен бірге. Қашанғы біз слави болып жүреміз, жігіттер, қазақтың жігіттері, давай бір-бірімізді қолдайық. Болмайтын тиктокта стримда отырып ақша сұрайтын, болмайтын әңгіме, боқты сөздер, анамда көп нәрсеге қарап не керегі бар. Өзіңді дамытатын нәрселерді осында қарап, поддержка беріп, өзіңе керегін алыңдар. Алдағы видеоларда спортивный тамақ, қалай тамақтану керек, бір жуу, калория бәрін үйрететін боламын, айтатын боламын, между подходами. Қандай тамақты қалай пісіру керек, оның да бәрін кухняда түсіріп, өздерінше көрсететін боламын, егер тамақ пісіре алмайтын болсаңдар. Қазақстан. Көбейс 7-ші подходқа кетіп бара жатыр деймін, что-то. Көріп тұр ма не? Көріп тұр. Біздің түріміз бұл камераға көріп тұр ма? Жарық болып. Иә. Бетін көрмей ма? Иә. Көп сөйлейді демеңдер, өзімнің кругымда осында көп сөйлейді. Өзімнің кругым болғанда да. Енді спортивный жігіттер сөйлей береді ғой. Өмірде скромный болсақ та, тренировка істеп жатқан кезде біздің аузымызды ешкім жаба алмайды деп қоязыға керек. Ертең ауылдағы жаңағы айтқан егіз жеткесе, оны да видеоға түсіретін боламыз енді. Басқа жаққа кетіп қалмасақ. Жолымыз бір қосылып жатса, бірге совместный тренировка істейміз, бұрынғы нелерді еске аламыз, бұрынғы историяларды айтамыз. Сол үшін тіркеліп қойыңдар, осы бір айдың көлемінде келіп қалуы мүмкін, екеуі де келуі мүмкін. Арнаға жазылып, колокольчикті басып қойыңдар. Қоңырау жаны. Сол кезде мен қалай видео саламын, сендерге барып бірден уведомление келіп тұрады, ютубқа кірген кезде сразу ректен шығады. Сол үшін онда ескеріңдер жігіттер. Тамақ көретін нәрсе емес, тіктер бұл жаңағыдай. Иә, бұл анандай Жизуға, тағы басқа сериалар сияқты, ондай тамақ ішіп, шай ішіп, отырып шемішшаға көретін нәрсе емес. Олай да көрсеңдер болады, мысалы, қазір тренировка істей алмайтындай бір жерде жүрсеңдер, мысалы, тренировка істей алмайтындай жағдай болып тұрса, очень мотивация алып шамалы настройство болғанға осы видеоны көріп отырып, жақсы көмектеседі деп ойлаймын өз басым. Өзім орыстардың блогерлерін қараймын, осындай лайв стилдегі полный жаңағыдай еш жері қиылмаған, между подходами әңгімелерін тыңдап. Прески. Көбі очень менде. Көбі пиковый формадағы тфа-тфа. Түкірет. Бұрында бізде сөйтетін енді. Сол үшін түсініп тұрмын. Күш бар, қол әлі талған жоқ, до конца біз ұстадық. Сол үшін жігіттер, бәрі айтылғандардың бәрін назарларыңа алып, енді өздерің көресіңдер. Бұл видеоны айттым, мақсатым не екенін айттым. Өзіме де болашақта фитнес тренер болғым келген. Соңғы 2,5 жылда формам жоғалтып алғам. Дәл сол себепті осы тұрғанда қайта бастап, өзімнің жолымды. Қазір салмағымды көрсетіп жіберем. 105-тен осы тұрғанда 100-де 900-ге түсіп тұрмын қазір. Бір 2 аптадан асты деймін салмақ тастап бастағаныма. Просто үйде қандай тамақ істейді, қандай тамақ істелінеді, соны просто порциясын қысқартып жатырмын. Қарным өте қатты ашып тұр. 2 сағаттан кейін тренировка тамақ ішіп болған 2 сағаттан кейін қарны шұрылдап бастайды деген сияқты. Сол үшін жігіттер тамақтарыңды тыю өте қиын, тренировкадан да қиын. Энергия түседі, оның бәрін шыдау керек. Енді өз-өздеріңе жақсылық жасауды қаласаңдар, тамақты тоқтатыңдар. Тоқтатқанда қалай енді азайтыңдар, дефицит калория деген болу керек. Кемінде 500 калориядай, 700-500 калория. Одан кейін прогресс жүріп жатса, сол жетеді. Егер тоқтап жатса, тағы да азайтасыңдар. Оның бәрін болашақта айтып беремін. Кеш батып кетті. Видеоны аяқтаймыз ба? Қой, бергел. Видеоны аяқтаймыз, жігіттер. Бергел сенде. Мен тоқтата алсам ма? Қой, қитте саламыз ба? В общем, бүгінгі тренировка осылай өтті.
бүгін турникке тартылды. Ертең енді қолымыз ауырып еш жеріміз ауырып тұрмаса отжимание жасаймыз. Отжимание тоже без подход или одан да көптеу болуы мүмкін. Ертеңгі тренировка қалдырып алмау үшін жазылып қойыңдар арнаға. Және де бізбен бірге болыңдар. Комментарий жазыңдар. Видеоны продвигайте, жігіттер. Аяқталды ма? Аяқталды. Давай.